осы Қазақстандай үлкен жерімізді, елімізді танытып, намысымызды шетелде қорғап келген спортшыларымызды айтпасақ болмайды. Өз елінің патриот азаматы ретінде көк туымызды Риода желбіреткен спортшыларымызға мың алғыс. Әрқашанда бірге болуымыз керек, бір-бірімізге көмектесуіміз керек. Бір шаңырақ астында тату өмір сүруіміз керек. Мектепте болып жатқан әртүрлі шараларда қалыспауға, өзіміздің үлесімізді қосуға ұмтыламыз. Қазақ халқының дәстүрін, тілін құрметтеп, еліміздің өсу-өркендеу жолында тынбай еңбек еткенде ғана елімізде көркейіп гүлденеді. Сондықтан сабағымызды жақсы оқып, еліміздің адал, еңбекқор азаматы болайық. Ел жетіп, еліміздің одан әрі көркеюіне, гүлденуіне өз үлесімізді қосайық. Отан, әр адамның жүрегіне жылы тиер қасиетті сөз. Отан, сенің туған елің, туған жерің, дос-жарандарың, туған туыстарың. Отан, бұл біздің тұратын, өмір сүретін, қызмет ететін жеріміз. Отан біз үшін біреу ғана. Отан біздің анамыздай. Себебі, отан бізді анамыздай қорғайды, көмектеседі, күш береді. Біз отанымызды, елімізді сүйеміз. Біз Қазақстан елінің патриотымыз. Отан дейміз кең байтақ Астананы, жасыл жайлау, жаны жол жас қаланы. Отанның шеті де жоқ, шегі де жоқ, ол бірақ өз үйінен басталады. Патриот, ұлтын сүйетін, өз тарихын, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан салт дәстүрін дәріптейтін, ұлттық қадір қасиетімізді арттыруға үлес қосатын саналы тұлға. Туған елі үшін тер төге қызмет етіп, өз халқымыздың рухани құндылықтарын бағалай білетін асыл тұлға. Білімді жастар еліміздің болашағы, білімді білімді жан, білімді білімді жан. Ықылым заманнан бері қазақ атамыз білекті бірді, білімді мыңды жығады деген сөз қалдырған. Қазақтың бұл мақалы өзі бүгінгі күні айрықша мәнге ие болып отыр. Заманауи әлемде елдің қуаты ең алдымен білім мен ғылымда болатын уақытқа келді. Сол білімді қажетке, тұрмыс игілігіне жарата білуімізбен ғана бағаланады. Қиын, күрделі, орасан қажыр, қайрат пен ерік-жігерді талап ететін білімсіз өмір тұл.